Рахмет әріптестер, қайырлы таң қазақ елі. Биыл қазақ өнеріне әдемау, Бозторғай, Гүлсімау, Ақбұлақ секілді әдемі әндермен із қалдырған ақын сазгер Бәкір Тәжбаевтың туғанына 90 жыл. Осыған орай біз ақынның ұлы Жасұлан Бәкірұлымен жүздесіп отырмыз. Жасұлан Бәкірұлы, қайырлы таң, қош келдіңіз. Рахмет. 26 қыркүйек күні Республика сарайында Бәкір Тәжбаевты еске алу кеші өтеді. Әңгімені осыдан бастасақ. Бұл шараға біз өзіміз сол үлкен дайындықпен келіп отырмыз. Осы бұйыртса мына 26 қыркүйек күні Республика сарайында әкеміздің 90 жылдығына арналған мерекелік кеш болады. Сол кешке біраз еліміздің таңдаулы әншілері қатысады. Оның ішінде мысалы айтып кетсем, Ескендір ағамыздан бастап, Нароза Рымбаева бар, басқа топтар бар, Нұрғалиен Сүбжанов ағамыз бар, Мақпал Жүнісова деген. Енді бұл жаңағы артистердің, қатысатын адамдардың әншілерінің тізімі көп. Сол жаңағы концерт қазір дайындық үстінде, бұйыртса осы 26 күн соны жаңағы жақсылап өткізуге тырысамыз. Бәкір атамыздың қай әнін алып қарасаңыз да халыққа кең тараған әндерді танымал әншілер ғана орындамайды, ел аузында да айтылып жүр. Осы туындылардың өміршеңдігін немен түсіндірер едіңіз? Әрбір әннің өзінің тарихы болады ғой. Әрбір ән мысалға дүниеге келгенде бұл да жаңағы мысалға соны жазған авторлардың бір туындысы. Сол туындылар кейде мысалға халықтың жүрегінің орын алады. Енді мына біздің әкеміздің әндеріне келетін болсақ, былай қарап отырсақ, санасақ, 50 жылдан айтылып келе жатыр екен. Ең алғашқы өлеңдерінен бастап санасақ, сол 50 жылда болып қапты. Бұл 3-4 ұрпақ айтылған 3-4 ұрпақ айтқан әндердің. Сондықтан бұл енді бұның қасиеті мысалға халық қанайды. Халық осы әндерді сүйіп орындайды. Сосын осы әндерде мысалға енді көптеген жастар да орындайды. Бәкір Тәжбаевтың ең алғашқы әні Қасым Аманжоловтың сөзіне жазылған «Жас дәурен». Үлкен философияға толы шығарма. Ал одан кейін 70 жылдары Қазақ радиосы арқылы халыққа кең тараған Ақбұлақ әні. Енді сол Ақбұлақты Бәкір Тәжбаевтың өзінің орындауында тыңдап алайық, сосын ары қарай әңгімемізді жалғастырамыз. Күндіз-түні бір тынбай дала кезген шапқылап, құмар едім көзіңе бала кезден таққылап. Әнге бөлеп маңайды асып-асып жатасың, ақ моншақтан аспанға шашу шашып жатасың. Сенің келіп жағаң ол анам талай суалған, сенің келіп жағаңа әкем атын суарған. Айналайын Ақбұлақ, асыр салған жағаңда, сенен асқан аруды бұл әлемден табам ба? Сенен асқан аруды бұл әлемден табам ба? Әнді Бәкір Тәжбаев атамыздың өзінің орындауында тыңдадық біз қазір. Осы әннің алғашқы орындаушысы әнші Болат Сұбанов екенін бәріміз жақсы білеміз. Әншінің бағын жандырды, әннің бағын әнші жандырды десек қателеспейтін шығармыз. Кезінде бұл енді әнді Болат ағамыз әкеміздің өзінен үйренген болатын. Ол кезде жаңағы Болат ағамыз Семей театрында жұмыс істейтін. Содан әкемізбен танысады. Сол жаңа танысқаннан кейін үйге келеді бізге. Осы біздің үйде бір 10 шақты күн болды сол кісі. Сол келгенде осы әннің айту нақышын, қалай айту керек, соның барлығын әкемізден үйренді. Содан кейін мен есімде енді, мысалы бұлар күні бойы жаңа сол ән, тек осы әнді емес, бұлай жаңағыда ақыл нетеді, ақылдасады, әңгімелеседі деген басқа әндер айтады. Бірақ енді негізгі келгендегі ең басты мақсат сол әнді үйрену керек. Сол әлі үйренді. Содан кейін сол осы әнмен жаңа Болат ағамыз
көптеген жерлерде өлеңді айта бастады, танымал болды. Бәкір Тәжібаев атамыз шығармашылық жолын театр училищесінің кино актерлық бөлімін бітіріп, оңтүстік Қазақстан облысында, Таразда, облыстық театрларда қызмет істеген. Ол кісі не себепті актерлық жолын ақындық пен сазгерлікке айырбастады екен? Басып айта алмаймын, неге болай. Себебі ол кісінің енді өзінің бір жаңағы сондай шешім қабылдауға бір себептері болған шығар. Мен бірақ енді бір нәрсені есімде, мысалға, кезінде сол актерлікке де үлкен мән берді әкеміз. Шынын айту керек, енді бұл өзі көп өнерді былай меңгерген адам болатын. Өлеңді де жақсы айтады, домбыраны жақсы тартады, өлең жазады. 8 қырлы бір сырлы дейді ғой енді қазақта. Сол әкеміз кезінде Мосфильм осында көп фильмдер түсірген. Алматыда, Қазақстанда. Сонда бір жақсы кино болған, «Алитет уходит в горы» деген, чукчалар жайында. Мен кейде жаңағы осы жақында бір фотоларын қарап отырғанда, сол түсірімнен фотосын тауып алдым. Сол жерде әкеміз сол киноға түскен екен. Енді басты рөл емес, эпизодында, бірақ сол ана чукчаның киімін киіп, сол жерде түскен суретін тауып алдым. Бір жолы Тахауи Ақтам деген ағамызбен танысады. Сол бір күні жаңа сол әңгімелесіп отырғанда Тахауи ағамыз айтады: «Бәкір, сен осы мына өлеңдерін қарап шықтым, оқыдым. Сен осы театрларды актерсіз қойсаң қайтеді. Сен осы өнер жолына, негізінен осы өлеңге жақын екенсің, сонымен айналысқан дұрыс болар» деп. Сосын әкемізді осы Алматыға шақырады. Кел, осы Алматыға кел, мен осы жерде саған көмектесейін. Сен сол поэзияға жақын екенсің, сол поэзиямен айналысқан дұрыс болады деп. Сол Алматыға келеді. Сол жерде келгеннен кейін осы Алматыда опера және балет театрына жұмысқа тұрады бұл кісі. Бәкір Тәжібаев композитор Еркеғали Рахмадиевпен бірге Қамар сұлу операсының либреттосын жазған. Бұл да атамыздың классикалық биік өнерді терең меңгергендігінің көрінісі ғой. Ауылда жүргенде дейді, көптеген сол әншілер, күйшілер, солардың барлығын жаңа солардың айтқандарын тыңдап, жаттап өскен адам. Күйде де жақсы тартатын әкеміз, жақсы күйші болатын. Соның барлығы мысалға сол бала кезден тәрбие содан пайда болған нәрсе ғой. Сол мысалға бұл қазақтың эпостарын жақсы білетін, жатқа айтатын көп эпостарды. Сосын халық әндерін өте жақсы білетін. Сол соңғы уақытқа дейін сол халық әндеріне үлкен мән беріп жүрді. Біздің ұлттық арнаның бейне қорында Бәкір Тәжібаевтың берген сұхбаты бар. Бәкір атамыздың бейнесін бір көріп алайық, сосын әңгімемізді жалғастырамыз. Ешқандай халық болмайды. Әр халықтың өзінің әні бар, өзінің жыры бар, өзінің күйі бар. Әр қайсысы өзінің әнінің ұлттық бояуы менен, ұлттық нақшыменен айтатын дүниесі болғандықтан, әрбір әні, әрбір күйі сол халықтың болсын, жекелеген халықтан шыққан өнерпаз адамдардың болсын, еңбегі соның тарихы болып саналады. Атамыздың бейнесімен қайтадан бір жүздестік. Енді әкеңіз сіз баласы ретінде қандай ерекше қасиетімен, болмысымен есіңізде қалды? Бұл кісі көп нәрсені тұспалдап айтатын. Тікелей айтпайды. Сол тұспалдап айту арқылы мысалға бізге бой салатын. Сосын бұл кісі ерекше оқуға мән беретін. Бізге жаңағы маған енді кешке келгенде тек қана мына мектепте берген сабақтарды ғана сұрамайды. Оған қосымша тағы да не оқыдың деп сұрайтын. Сондықтан біз кішкентай кезімізден бастап сол кітапты оқуға бейім болып өстік. Сосын ол тек қана қазақ кітаптарын ғана бермейтін. Себебі мына шетел классикасында беріп отыратын. Мысалға, сол уақыттың өзінде мен мысалға Марк Твеннің романдарын оқып өстім. Диккенстің романдарын оқыдық. Басқа енді өзіміздің жазушылар енді ол міндетті түрде оқылатын нәрсе. Сондықтан мен кейде ойлаймын, мысалы біздің ұрпақтың бір ерекшелігі, біз кітапты көп оқитын едік. Сол кітапты оқу арқылы біздің ой өрісіміз жақсы дамыды. Жасұлан Бәкірұлы, сізге студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. 26 қыркүйек күні өтетін концертке сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, сіздер ақын сазгер Бәкір Тәжібаевтың ұлы Жасұлан Бәкірұлының сұхбатын тыңдадыңыздар. Әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде.